Анашымыз қасымызға келіп, осындай уақыт бізде болмайды екен, сондықтан басынан аяғына дейін тарихи шежіреге шолу жасадық. Бірсыпыра әңгімесін айтып жазып алдым. Алла жазса алдағы уақытта салам. Өмір баяндарын керемет. Әңгімені өте әдемі айтады шешеміз. Өстіп әкелгендеріне рахмет. Бір шерім тарқап жалғыз жатам ғой үйде таңертеңнен кешке дейін. Не бітірем? Ол жұмыста жападан жалғыз жатқанда өмірдегі өткен әкемнің туыстарының, шешемнің историялары есіме түседі. Айтатын кісім жоқ. Анда-санда бір өздері келет кетеді, сол кезде бірдемені шет жағын болар-болмаса айтам. Апыл-ғұпыл келеміз де кетеміз ғой. Келет қасымда болмайды. Қазір әрқайсысы жанталас жұмыста өмір сүру керек. Мынау Балқашқа келгенде оңды болды. Ішім бәрі босап, историямның бәрін айтып, кішкене жеңіліп қалдым. Ұлдарға да айтам кейде шет жағасын отырғанда. Көбіне енді сәрсеніме айтам бұндай историяны. Уақыты болған кезде. Ал енді бейсен, дүйсендер олар аса тыңдай қоймайды. Жұмыста ғой жанталас. Осыдан былтыр келгенде ма мен дәптерге полностью жазып алғам. Ал айтқан несін бәрін жазып алғам. Кімнен қалай тарайды, не істеді. Алдында бір жаздық қой, одан кейін нақтылап тағы бір жазып алғамыз. Ана, Дүли көрген сайын кейбір кездесіп үйде отырып қалған сайын сұрайды. Жамантай кімнен туып еді? Сосын мен айтып жатырмын ғой сендерге, миың аты оқысайшы кішкене. Ұмытып қалады ғой деймін ода. Енді бүгін міне біраз не жазып алдық. Ана, қаншама ұлы әулие ата бабаларымыздың әруағы бір тария күннен бері қаншама кісінің ауызға алып жатыр ғой енді. Әкеміздің, нағаш атамыздың уәкіл болғаны, сері болғаны, бастық болғаны. Мынау қазіргі өзіңіздің тұрмыс құрған қайын жұртыңыздың аталарымен ол кісі серіктес болып жұмыс істеген бәрі бір тарих қой бұның бәрі. Шеті жоқ тарих бітпей жатқаны 5 күннен бері. Тарихтың айта берсем, шегі жоқ. Бірақ ол сол тарихта тура не көп түсіріп айта алатынсыз, айтып атсыз, көп айта бермейді ғой, ұмытып қалады, сосын анау бар ғой, мынау бар ғой деп есіне түсіре алмай әңгімені. Кейде ойлаймын мен соны, осыны неге осындай болдым мен осы, неге осының бәрін ішіме көңіліме нетіп ұялатып алдым. Мүмкін ештеңе ойламасам да мүмкін онда қандай болар едім деп, кейде жалғыз жатқанда өзіме өзім ашуланамын кейде. Неге тыңдадым осыны тарихтың бәрін? Жақсы ғой, сізге жақсы. Оның өзін айтып атсыз. Әрқайсының тарихын есің алған сайын көңіліңді жылайсың кейде. Жоқ, наоборот, жақсы есіңізде салған. Әрқайсының өмірлерін сағынасың ғой енді. Әжеміз, нағаш әжеміздің бүкіл елге 400 қоян асырап, сол қонақ келгенде ет емес, қой соямыз десе жоқ. Реке қойыңызды қоя тұрыңыз, маған осы қояныңыздың несін қуырда. Қаймаққа бүтін детсем болды. Шіркін. Зейтін марқым әсіресе, Құдай рахмет айласын. Өте оңды кісі болды ғой Зейтін деген кісі де. Сонда нағаш әжеміздің жалғыз ұлы Мейрамбек деген институт оқып жүріп, Павлодар, Алматыда. Мен онда жас келін қой тастар. Соны мені іздеп келді ғой. Сары алтыным екесің ғой келін болып атқан. Мына бәрімнің әулетіне. Бұны сендер мықты ұстаңдар. Бұл қандай жерден шыққанын білесіңдер ме деп. Текті жерден. Сондай сөйлейтін кісі. Сары алтыным екен ғой тек тұрпақтан шыққан. Содан баласының мәйітін әкеледі Павлодардан тосып алу керек деп. Сонда папаң газон машинаменен дәрім ағатайымда шопыр болып жүрді ғой деймін сол өзі. Son suyogunu alıp geldi balasını. Koy taslan koydu sonunda balasını. 25 yaşta. İnstitut okumuş ondan başkaydı. Kılıçbek Batime deyen ballar. Zeytin ağanın ballar. Zeytin ağanın ballar. Soğundal көрген сайын, үй айналайын сол деп мен маңдайыма сүйіп кетеді. Енді сол сіздің біліп тұр ғой, қандай жерден шыққаныңыз, сіздің шешеңізді біліп тұр. Әкеңіздің не болған, әкеміздің, нағаш атамыздың әкелері болыс болған, мыңдайдаған дейді. Мыңдайдаған бай болған. Ана, кімдер ғой сонда ол кісілер? Байшолақ. Байшолақ Қарыққолдан тараған. Қарыққолдан тараған. Қарыққола үлкен бабамыз бай кісі, сондай өзі беделді. Сондай кісі болған ғой. Қарықболдан Байшолақ тарайды, Байшолақтан біздің Язбек атамыз, Әкесінің несіне Байшолақ не болып қалған ғой. Байлығына.
сол жаңағы серілігі біздің көкем марқұм сіздің бауырыңыз, иә? Сол кісі бәрінде бар ғой тұқымдарында серілік. Көкем марқұм сондай ғой. Біздің Сейсен ұқсайды, иә? Сейсен ұқсайды ғой. Серілік ұқсайды, әншілігі, серілігі. Енді кеше сен айттың ғой, сол математиктік сол жоқ бізде деп. Иә. Жоқ, бақаның язбы. Иә. Бақатайым чистый. Ол жаңа мен айтып тұрғаным, бізде кім деген бала дедіңіз? Әке, нағаш атамыздың бірінші әйелі Тұрсын болған, содан туған жаңағы Қадырбек деген бала өте вундеркинд дарынды бала болғанда, мектепте секіріп бірінші класстан классқа секіріп оқыған, иә? Бірінші класстан бастап, бір жылдың ішінде 5-ші классқа дейін. Масқара, иә? Не деген вундеркинд? Қарағандыдан орыс комиссия беріп, бұл не деген бала? Бұлай оқу мүмкін емес деп тексеруге келген ғой. Жаңағы бала сайрап тұр дейді, мына бас дегенім қасқа бас дейді, шашы жоқ мына жерде. Сонда 7 жастағы бала. Содан тексеріп, әлден жазып есеп шығартқан. Не тура шемішкеше шағып шығарып береді дейді. Сонда жаңа келген комиссия орыстың өзтан қалып тұр. Ол будущий президент болады деп арқасынан қаққан. Содан әкеңіз соны ақымнау мынау орыс дейді арқасынан қақсау мынаның деп көңілім алдым. Ертеңінде сабаққа бара алмай құлап түстім. 2 күн жоқ қап-қара болды. Көз тиіп қайтыс болған. Содан соның уайым қайғысын көтере алмай жаңағы біреудің жалғыз қызы Тұрсын апа біздің нағаш атамыздың бірінші әйелі болған, байдың қызы болған. Ағотауда, Алтықалат Ағотауда жалғыз отыратын дейді. Сол кісі сол баласының жаңағы Қадырбектің қайғысынан қайтыс болып кеткен, иә? Сол 40-да қайтыс болған, надыжы. Содан кейін нағаш атамыз, біздің Ниязбек атамыз, шешеміздің шешесін алады, иә? Міне история осы. Қазір келеміз. Мына жерде күшті шежіре жазып жатырмыз, тұра тұрыңдар. Тарих, съемка. Алысқа барма, мен барма. Иә, Ардақ марқұмнан кейін өлең айтпай қойдыңыздар ғой? 11 баланың ішінде әже негізі. Ешқайсысын жамандамаймын ба? Ерекшесі сол Ардақ. Жібек мінезді ғой, жібек мінез марқұм. Адам ерекше болады дейтін, сол ерекше болды ғой марқұм. Одан кейін бір жылдасын қайда өлді. Иә. Екі сабаздан бірдей айырылған оңай емес. Қайролла марқұм сая болmuş, Астанада біз гимназияға тұрып. Иә. Сонда келіп, Фәрзат тауып. Иә. Мен бір баян тартап отырып шығардым. Иә, сосын мен білесің ба, ашық сабақ беретін боп, ол кісілерді отырғызып қойып, оқушы қалдырып, мен бірінші ашық сабақ бергем, көкем марқұм, Фаризат бәрін отырғызып қойып дейді. Иә, ашық сабақ бергем, сонда ертең ашық сабаққа беруім керек гимназияда. Сосын жаңағы сол үлкен бір комнатада тұрдық қой гимназияның ішінде Ренат екеуміз. Сонда ол кісілер келіп, оларды отырғызып қойып, сендер мұғалім болыңдар, ой, сендер бала болыңдар, мен мұғалім боламын, репетиция деп. Бейсенбай Сәрсен. Сәрсенбай деген Мүсет. Ол Жағыл Батырды айтады ғой, Қанжығасына. Аяғын байлап тастап жауға шапқан. Сонда 2 ұлы бірге шапқан жауға. Бейсенбай Сәрсенбай деген. Солай болсын деп қойғам. Апам соны не қылып, бұрын қылып, менің сол бабаларымыз жауға шапқан, ол Жағай деген. Соның 2 ұлының атын бердім деп Бейсенбай ғой, одан кейін Сәрсенбай. 2 ұлы. Бүгін нешінші күнбіз біз? Бүгін 3-ші күн ба, 4-ші күн ба бүгін бізде? Осылай міне тамаша демалып жатырмыз. 5-ші күн демалып жатырмыз, иә бүгін? Анамыздың қалтасын алып, риза болып міне. Балқаш көлі 2 бөліп тастаған, міне былай бөліп тастаған. Сосын енді ана жағыда не бір бөлік. Әр ортаның өз несі бар екен, қожайындары. Зона отдыханың осындай бір кереметтер. Демалысқа не жетсін, біраз жүйке жүйеміз бәрі демалып. Шаштың бәрі аппақ, оң бояуға да қарап атқан жоқпыз. Демалыста жүрміз. Бәрін сосын әбден демалып болғасын дертке келтіріп аламыз деп. Юпа-типамыз, сосын демалысқа келтіреміз деп. Бүгін нешінші күнбіз біз? Бүгін 3-ші күн ба, 4-ші күн ба бүгін бізде? Осылай міне тамаша демалып жатырмыз. 5-ші күн демалып жатырмыз, иә бүгін? Анамыздың қалтасын алып, риза болып міне.
Балқаш көлі екі бөліп тастаған, міне былай бөліп тастаған. Сосын енді ана жағыда не бір бөлік. Әр ортаның өз несі бар екен, қожайындары. Зона отдыханың осындай бір кереметтер. Демалысқа не жетсін, біраз жүйке жүйеміз бәрі демалып. Шашты бар аппақ, он бояуға да қарап атқан жоқпыз. Демалыста жүрміз. Бәрін сосын әбден демалып болғасын дертке келтіріп аламыз деп. Юпа-типамыз, иә. Сосын демалысқа келтіреміз деп. Кейіміз күшті, анашымның әңгімесін мен талай тыңдап келе жатырмын, бірақ әр кезде тыңдаған сайын ләззат аламын. Бүгін оны әр кезде тыңдатып айтқыза беремін. Себебі өзі әңгіме айтқысы келеді ғой. Әңгіме айтқанды жақсы көреді. Сондықтан жаңа тағы да шолу жасатып, бірсыпыра өміріндегі тарихына шолу жасатып, осы жолы түсіріп алдым видеоға. А так міне осылай соны анамның ризашылығын алып өзіміз мәзбіз, сіңілім екенбіз. Міне жолдастарымызбен екеуі ан жақта мәзбіз, мына жақта мәз, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Өмір тамаша деп келеміз. На, екі бажа. Ал тағы да. Ал енді, тағы жаңағы көтерген. Тоқта, Мүсет, сен тағы көтерсейші. Мүсеттің көтерген түспей қалды. Жоқ, Ринат еще. Муся, Ринатты көтер енді. Ринатты көтерген түскен жоқ. Ал көрек. Байқа ұяттап қоқамасын. Молодцы, күшті. Толқында? Қалай? Тәтемнің айтатын өлеңі ме? Айтшы, тәте. Ой, күн нұры, сенің күлкіңде. Қалай? Айтыңшы де. Тәтем өлең айтатын. Гүлмираның историясын айтып беріңізші, неге көкөмәй дейді? Көкөмәй дейтінім мен үйпір туғаннан кейін бұл жуас болды, қолын сорып жата береді. Тамаққа тойғызып қоям, жылауық болған жоқ. Содан анда-санда жылайды ғой енді, оянады. Сосын бесікке бөлейді. Содан өзім осы уақытында өлең айтып отырып ұйықтатамын, тербеліп. Содан өзім сақанаға 4-ші класс оқығанда көкөмәй деген өлеңмен, кең дала деген өлеңмен шыққан. Сосын сол өлеңді айтамын дейді. Соны мен бұны көкөмәй деп атап кеттім. Сол өлеңін неде қалсыншы, хотя біреу есінде қалсыншы. Содан көкөмәй болып аталып кетті. Көкөмәй болып кетті. Қасы көзі қиылып, қай жерде отыр екен ай деп солай. Өлең айтып. Сол өлеңмен шыққан. Содан грамота алып, 1-ші орын алып келдім. Содан кейін барып мен соны көкөмәй деп кеттім. Қызық сонда, иә, сіздің сонда қалай? Қалай сол Гүлмира көкі? Мен де Гүлмира, енді Гүлмира деп қойдыңыз, бәрі біледі ғой Гүлмира екенін. Бірақ көкөмәй ауысып кеткені қалай, иә, сол? Өлеңді айта берген ғой жаңа. Өлеңді айттым да өзімде солай ой қалды. Осы өлеңмен айтып ұйықтата берейші осыны деп. Сол өлең тарихы қалсын деген. Сол өлең қалап көкөмәй болып аталып қалсын деп. Өзімнен бірінші шыққан нем болды. Көкөмәй деп атап жүргенде. Көкөмәй жуас болды, иә? Мен қандай болдым? Қолын сорып ұйықтай беретін сонда. Мен менен қандай болдым? Мен туралы айттың сен. Сосын шығарады соны немеді ана шабыттар неше түрін шығарады. Сөйтетін сола шығарсын. Иә. Ауған шығар саған. Иә, творческий екен. Мен жас кезімде мектепте бірдеңені ұйымдастырып бәрін сөйтіп жүретінді. Бірінші орынға ие болып жүретінді. Әне, иә. Жас кезімде. Содан қалған шығар саған. Деген өлеңді ұмытпадым, соны самалмаған жіберіпті бір неде. Бірақ қазірге бұрынғы немес. Бұрынғы несін алып шығаруға болады? Шығаруға болады, соны қаламай жұмыс
бір күні не іздетпесем бір тойда Фатима Соленді жазғызып Иә. қасынан мен бар көкемай осылай шыққан сол ат солай қойылған деп иә можно есть Иә, идея. Иә. Кенай, қасы көзі қиялы, қай жерде отыр екен ай, көкем, көкем, көкем ай. Осылай ма еді? Солай. Мойын қиғаш қасы. Иә. Мойын қиғаш, қай жерде отыр екен ай. қас қасы көзі қиылып қай Қасы жерде көзі отыр. қиылып, қай жерде отыр екен. Иә, Солай оны қазір өзгертіп жетті басқа. Сөк несінде. Мен беттелмейтінді білетпін. Баласын уату керек, өзінің қызы жұмыс істеу керек. Иә. Сөйтіп мен жертва болдым. Баланың дегені білінбейді деген не ғой жаңа? Иә. зато енді сонымен көзің ашық көкірегің ояу Иә. оның нені баянның білімі күшті болды ғой Жоқ, конечно, мен ол жаққа барып, баянның білімі күшті А. болды